Балдар, кәне орнымыздан тұрып, сабағымызға дайындық жасап алайық. Сәлем бердік баршаға, ашық сабақ бастаймыз, қиындықты жеңеміз, мақсаттарға жетеміз. Үйге қандай тапсырма беріп еді? Екі жүйенің күйдің көргі, әннің көлігі, домбыра. Домбыра, дұрыс. Қатеге тұрып алар, сүйікші. Айнып оқшы. Екі жүйенің күйдің көрігі, әннің көлігі, домбыра. Көрік деп айтты, я? Екі желім күйдің көрігі, әннің көлігі. Жауабы не екен? Домбыра. Домбыра не бізде балар? Қазақтың ұлттық аспабы. Қазақтың ұлттық аспабы, жақсы. Бұл жерде енді тәуелденіп тұрған сөзді қайсы екен? Көрігі, көлігі. Дұрыс, көрігі, көлігі. Қай жақта тәуелденіп тұр? Қай жақта? Бірінші жақта ма, екінші жақта ма, үшінші жақта ма? Екінші жақта көпше түрде. Жоқ. Жекеше түрде. Бірінші жақта. Жоқ, Үшінші жақта. Үшінші жақта тәуелденіп тұр. Енді осы сөздің көрігі, көлігінің түбірін табайықшы, кәне. Түбірі. Көрік, түбір, Тәуелдік. тәуелдік, жалғау. Енді осы жерде не өзгеріп кетті? Біз тәуелді жалғауды жалғағанда не өзгеріп кетті? Көрік болған. Қалай алып кетті? Дұрыс. Қатаң. К дыбысы, ұям, Г дыбысына айналып кетті. Жақсы. Келесі көлігі, түбірін табамыз. Түбірі басқа, бағынан түбірі. Түбір, тәуелдік жалғау. Тәуелді жалғағанда қай дыбыс өзгерді? К айналып кетті. Жақсы. Тартым шығады, айнып. Тез екен, басын басалып. Сұрағымды. Туынды затесін дегеніміз не? Туынды затесін дегеніміз түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздерді туынды. Жылдам. Затесін дегеніміз не? Ага. Затесін дегеніміз заттың, атын білдіретін сөздерді затесін дейміз. Жақсы, тамаша. Жақсы, тамаша. Аделя келе ғой. Тез, жылдам. Баса ғой, баса. Затесінің сұрақтары. Затесінің сұрақтары. Кім, не, нелер? Кім, көпше түрде? Кімдер? Нелер? Не? Көпше түрде? Нелер? Жақсы. Тақырыбы оқимыз. Затесінің Тәуелдігі. Екінші сабақ, я? Бірінші сабағын өткенбіз. Қайталау сабақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары. Оқу қойшы, жан достар ғой. Өз бетінше суретті пайдалана отырып әңгіме құрамыз. Екіншісі. Жіберілген пунктуациялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Тәуелдік жалғауларын қолданысы білу, жақсы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сурет бойынша әңгіме құраймыз, құрау, жіберілген пунктуациялық қателерді тауып түзету, тәуелді жалғауларының қолданысын білу. Қыз не істеп отыр? Бала не істеп отыр? Ағаштан. Анасы мен қызы не істеп отыр? Жақсы, енді осы суреттерді пайдаланып, қысқаша 4-5 сөйлем, ауызша әңгіме құрастырып береміз. Тағы да суретке қараймыздағы, оның ішінде әңгімеге тәуелдеулі және туынды затесіндер болу керек. Айтуда. Менің анам өте өнерлі. Жақсы, ары қарай суретке қараймыз. Аяулым, сабаққа қатысамыз. Суретке қараймыз. Аяулым. Менің анамның қолы өте өнерлі. Жарайды, жақсы. Альбина. Аделя. Ал мен анам өте өнерлі, қолынан бәрі де келеді. Қайталай берме.
Ары қарай Бағжан. Ол ағаштан ыдыс-аяқтар жасайды. Ол ыдыс-аяқтарды бізге қолдануға береді. Жақсы, жақсы. Жақсы, енді балалар осы жерде сұрақтарға дұрыс жауап беріп отыр. Бір бала аласыңдар өздеріңе. Ал әңгімемізді құрдық, иә? Енді ойынды бастаймыз. Топ отыр ма? Ал, көр ол. Дұрыс болды ма? Кел. Нұрас, жоқ, шықпаған. Кел, бірақ кел ол. Кел, жылдам. Айта ғой. Тез. Сырма. Бас. Дұрыс па балалар? Тамаша. Жақсы. Тез, жылдамдатамыз. Дұрыс па балалар? Жақсы балалар. Ойынымыз аяқталған сияқты. Ойынымыз аяқталды. Жақсы. Қайда жоқ па балалар? Жоқ. Нүктені көрсет. Қисылдарында балалар. Ал енді осы жерден тәуелді жалғаулы записінде асынсамыз. Бірінші Айнұр секінде тәуелді жалғаулы записін асынсыз шығыз. Өзің сөйлемге. Ақши. Жоқ. Тәуелді жалғаулы. Аминаның. Жоқ. Ауылы асынсыз. Ауылыз. Келесі сөйлемде бар ма? Ауылда ши өседі. Бар ма? Жоқ. Амина бір бума ши әкелді. Жоқ. Шешесі одан ши тоқыды. Бар ма осы сөйлемде? Жоқ. Кім жазды? Шешесі одан ши тоқыды. Кім жазды балалар? Асел келе ғой. Тәуелді жалғау записын тап. Шешесі одан ши тоқыды. Қайсы тәуелді жалғау? Жалғау жалғау. Дұрыс, шешесі. Жақсы, асынсыз қоямыз қараған кешпен балар. Бесінші жартылда берген оқи қойш, Батыржан дейді бергені. Бесінші жартылда әркімді тиісті жұмыс белгілері қойып көшіріп жазды. Дәптер ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 25-і сынып жұмысы жазамыз. 45-ші жартылы. Бұл жерде жұптық жұмыс не дейді балар? Мәтінді тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жазамыз. Бұл жерде ешқандай тыныс белгі жоқ. Сендер жұппен ақылдаса отыра тиісті тыныс белгілерін қойып жазасыңдар дәптерге. Аминаның ауылының атауы Ақши. Дұрыс па? Қадағасыз ма? Иә, жақсы. Айын, кел. Келесі. Оқы сұрағын. Ауылда не өседі? Ши. Жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі. Аяғын кел. Сұрақ. Шиді кім тоқыды? Шиді кім тоқыды? Аминаның шешесі. Дұрыс, Аминаның шешесі ма? Өнер тарауына өтіп жатырмыз, иә? Өнердің түрлері көп, иә? Біздің сыныпта өнерлі балдар болды. Кәне өздерінің қандай өнерлері бар? Өздерінің, Жандос. Шахмат ойнамасы. Шахмат ойнамасы, шахмат ойнайтын өнерің бар. Перизат. Бисерден. Я бисер, тоқисың тағы да. Бар ғой өнерің? Тағы да. Биге барасың ба? Биге барасың тағы да. Сурет салып. Дұрыс, Айсұлтан. Домбыра тартады. Айнұр. Жақсы көре аламын. Тамаша. Бокспен билей аламын. Я биші, әнші. Аделя. Мен суретті бәріне ұқсатып салу өнер. Тамаша. Енді біздің сынып болып өзіміздің келген қонақтарға
Önерimiz ko'rsataylik. Önерimiz ko'rsatib, bo'yimizni bir sergitib olaylik. Toplayın cinalarımızı akıldaşlarımız ya. Aşağıda ne gidiyor? Oku. Oku ne gidiyor? Oku ne gidiyor? Ne gidiyor? Hani taksıma geldi bak. Semantika kata toplam. Semantika kata toplam. Kitabımız. Bol bırak söz vaqt yo'q, bırak söz ketib kelsin. Ikkinchi. Sizden kalanınız.
Жекеше түрде үшінші жақ. Қолым. Тәуелді жалғаудың айтсашы жекеше. Қолым екінші жақ. Сенің қолың. Дұрыс, солай айт, сенің қолың. Қаламы үшінші жақ. Кімнің қаламы? Оның қаламы. Оның қаламы үшінші жақ, дұрыс. Інім бірінші жақ. Менің інім. Менің інім. Үшінші жақ па? Бірінші жақ. Бірінші жақ. Тәуелді жалғаудың жекеше тәуелденді ме, көпше ма? Жекеше. Жекеше бәрі жекеше. Дұрыс па балалар? Қане қатес жоқ па? Қобыз. Біздің қобызымыз, сендердің қобыздарыңыз, сіздердің қобыздарыңыз, олардың қобыздары. Тамаша. Өзіме 2 балл алып қой. 2 балл өтіп қой. Менің ағам, Қандай сөз? аға. Жақсы. Менің ағам, сенің ағам, сіздің ағаңыз, оның ағасы. Тамаша. Біздің мектебіміз, Қандай сөз? мектеп. Біздің мектебіміз, сендердің мектептеріңіз, сіздердің мектептеріңіз, олардың мектептері. Жақсы. Әне, біздің ініміз, сендердің інілеріңіз, сіздердің інілеріңіз, олардың інілері. Біздің әжеміз, сендердің әжелеріңіз, сіздердің әжелеріңіз, олардың әжелері. Біздің ұстазымыз, сендердің ұстаздарыңыз, олардың ұстаздары. Жоқ, сіздердің ұстаздарыңыз. Жақсы. Шаш. Менің шашым, сенің шашың, сіздің шашыңыз, оның шашы. Шатас па? Рас. Біздің гүліміз, сендердің гүлдеріңіз, сіздердің гүлдеріңіз, олардың гүлдері. Тамаша. Менің дәптерім, Дәптер ма? менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз, оның дәптері. Тамаша. Қандай сөз? Әке. Менің әкем, сенің әкем, сіздің әкеңіз, оның әкем. Тамаша. Сөмке. Менің сөмкем, сенің сөмкең, сіздің сөмкеңіз, оның сөмкесі. Тамаша. Қуыршақ. Менің қуыршағым, сенің қуыршағың, сіздің қуыршағыңыз, оның қуыршағы. Тамаша. Бағыт. Бекмұрат. Менің алтыным, Қандай сөз? Қандай сөз? менің алтыным, сенің алтының, сіздің алтының, Алтыныңыз? алтыныңыз, олардың алтыны. Оның алтыны. Біздің деді ма? Көпше түрде айттың ба? Көпше жекеше түрде айттың ғой? Шатас па? Сызғыш айтау. Мен сызғышым, сенің сызғышым, сіздің сызғыңыз, Сызғышыңыз? сызғышыңыз, олардың оның сызғышы. Оның сызғышы. Оқып берме, сөзді оқып тез. Жумбыла, кітап, күнделік, саны, асық, көлік. Тамаша. Бұлар қай сөз тобынан шығады? Бұлар зат есім ба, сан есім ба, сын есім ба, жетістік ба? Дұрыс. Бұлар нелер? Нелер? Қайсынан шығады? Бұлар зат есімі, жақсы. Ғадиля. Бауыр. Менің бауырым, сенің бауырың, сіздің бауырыңыз, оның бауыры. Көпше түрде. 8. 8. Аяулым. 8. Айсұлтан. Альбина. 10. Расыл. 10. Еркім. 7. Алинұр. Али. Хадиша. Жанбол. 9. Ақжан. 8. Зере. 8. 9. Бәріміз жақсы балаппыз иә. Демек бізден бүгінгі сабағымыздың пайызы 94% болып тұр ма? Бірақ досжаннан алып болып тұр ма? 94% болып тұр балалар. Тамаша. Келмеді. Кәне. Тез бүгінгі сабақта өздеріңе рефлексия бересіңдер. Егер саған сабақ ұнаса, жасыл басасың. Кейбір жерін түсінбесең, сарыны мүлдем түсінбесең, қызылды басамыз. Жылдам кел. Жылдам.